шығыстан келдім деген Гүлзира Рахымжан өзінің хас бишілерге тән табиғи дарынымен талай белестерді бағындырып жүрген өнерпаз. Бүгінгі аймақтар аламанда қоюшы хореограф Нағима Тайырқызының баптауымен Гүлзира қызғалдақ биін көрермендеріне ұсынбақшы. Кім білсін, шараның сіңілісіндей болған Гүлзираның бүгінгі биі ең жоғарғы бағалып қалар. Ендеше, әсем биден алар әсеріміз де аз болмаған. Тамаша керемет мың бұралған бейші қызымыз ортамызда. Шығыс Қазақстан облысы әуелден қазақ халқында енді ансамбльдердің көрі жеке-жеке билеген шарапаларымыз бастап кеткен. Соның ізін жалғастырушы міне қарындасымыз өте керемет қызғалдақ биін биледі. Қызғалдақ биі қызыл түстен, жалпы осы қазақ алқасында Жамбыл ағамыз жақсы көреді. Қызыл түсті. Жамбыл аға, өзіңізден бастайық. Негізі қызғалдақ гүлі бұл біздің өзіміздің елімізге, қазақ жеріне тән гүл болғаннан кейін жаңа Гүлзира өзінің есімі де осыған сәйкес келіп тұр. Биді нақышына келтіріп орындаған сияқты. Менің көз алдыма елестеп көрініп отырғаны бидің бір тамашалығы таң қылаң бере атқанда гүлдің өзінің шаттанып бір күннің шығып келе жатқанына қуанғаны, соны келтірген сияқты болды. Содан өзінің нақышын ары қарай жалғастыра отырып, күн шыққаннан кейін аспанға көтерілген күнге шат-шадыманды қуанғаны көтеріліп, жаңағы бұрқаны, тасығаны билегені өте бір сондай бір әсер қалдыр. Өте жақсы. Бәрекелді, міне аймақтар аламанда көптеген таланттарды көріп жатырмыз. Жадыра ханым, енді өзіңіз жалпы осы би өнерінің майталмансыз ғой. Жалпы бидің енді осыған дейін сіз айтып жүргенде бидің де бас жоқ, аяқ жоқ деген сындар айтып жүрдіңіз. Ал осы биге қандай баға берер едіңіз? Сіңілім Гүлзира, мен қуаныштымын. Тамаша. Енді мынау сіздің техникаңызға келсек, техникаңызға мынау иіліп шалқайып, қолыңыздың жыланша келген мынау иілімдері, мынау сіздің шыны жасағаныңыз бір орында. Мен таңғалып отырмын. Сізге рахмет.
Қолымнан келгенше болашаққа сізге көмектесемін. Өйткені сіздің болашағыңыз мол. Мынау тек киім жағынан емес, мынау сіздің би өнерін басқа мемлекетке Қазақстан туын паш етуге мен өзім қол алсамын. Рахмет сізге. Қарақат ханым. Бұл додада, кешіңіз, бұл додада 7 емес 10 балл болса 10 беруші едім. Шын мәнінде өте керемет, әдемі өнерді тамашаладық. Гүлзира саған үлкен рахмет. Қазақтарда осы би өнері негізі болмаған, ол кейіннен өз ойлап тапқан деген пікірлерді жоққа шығара алмаймыз. Ол бертінге дейін сондай пікір қалыптасты ғой, бірақ мен онымен келіспеймін. Шын мәнінде мынау өзіңнің өнеріңе қарап отырып таусылмаса екен, жалғаса берсе екен, шіркін-ай, не деген әдемілік, нәзіктік. Барлығысы өзінің бойында тұр да, бағың жансын, үлкен өнердің биік шыңынан, би өнердің биік шыңынан көргіміз келеді сені. Өте-өте қуаныштымыз, және ең жоғары бағаны беріп бағалаймыз. Бәрекелді, тамаша. Гүлзираға қарап билесін дейсіз ғой қазіргі жастар. Ал Майра апай. Ал енді жаңағы киімі, мына Гүлзираның бас киімі мен белдігіне қарасаңыздар, бәрі қолдан тігілген нәрсе, байқасаңыздар. Бәрекелді, тамаша. Мына жерде енді қаздар алқасынан бірде-бір мін болған жоқ, бірақ енді Қалқаман мырза, сіз қосарыңыз бар ма? Менің Исраил Сапарбай ағамның бір жақсы бір шумақ өлеңі бар. Жел сүйіп алма бетін күн қақтаған, қазақтың әрбір қызы қымбат маған, сөйлетсе сарақындай дес бермеген, бой жетсе тал шыбықтай бұлғақтаған дейді. Тамаша, нағыз жігіт қарындасшыл келеді дейді. Мен бірінен кейін бір қарындастарым сахнаға шығып, амалдың жоғынан қарындастарымның жаңағы намысын жырту сондай бір қиын соғама деп едім. Қарындастарым өздері ақ өз намыстарын өздері бермей сахнада барын көрсетіп жатыр. Рахмет, өнерлерің өрге баса берсін. Бәрекелді, тамаша. Олай болса қазылар алқасы осы Қызғалдақ биі Шығыс Қазақстан облысы қандай бағамен бағаланады екен? 7-7-7-7 тамаша. 4 бірдей бірыңғай 7 деген ұпайды жинап алып, Шығыс Қазақстан облысының Қызғалдағы міне сахнаның сыртына жетті. Ал Гүлзира, көңіл-күй қалай? Көңіл-күй өте тамаша. Сахнаға шығар алдында қазылар алқасының енді болмысына бітіміне қарап отырып, қалай болады екен, осылар менің биімді жақсы бағалайды ма екен деген сұрақ болған шығар, Иә, болды. Бізде қыздар өте әдемі, өте сұлу, бәрі керемет ойладым. Біздің қыздардың билер де өте керемет. Өсін салыстырмалы түрде қалай бағалар екен дедіңіз ғой? Иә, сондай ойлап кеттім. Құрметті көрермендер, аймақты аламаны Шығыс Қазақстан облысынан